Енді осы және өзгеде жаңалықтар жайлы толығырақ. Өлгендер қайтып келетін болған ба? Алматы облысы Іле ауданында таңғажайып жағдай көрініс берген. 2005 жылы қайтыс болып кеткен адам үй сатып, ал оның әйелі үйдің жаңа қожайындармен соттасуда. Мәселенің анық-қанығын тілші әңгімелейді. Ащыбұлақ ауылына 2009 жылы көшіп келген Инна есімді мына кісі 3 жыл бойы соттың табалдырығын тоздырып, әділдік іздеп әлек. Айтуларынша сот істегі көптеген қателіктерге көзін жұмып, тергеу ісін жөнді жүргізбей отырса керек. Суд Илийского района, он поддерживает мошенников, я считаю. Іле ауданының соты алаяқтарды жақтап отыр деп ойлаймын. Себебі біз сотқа нақты құжат көрсетсек те, судья Далабаева оны қараудан бас тартты. Ақылға сыймайтын жайт. 2005 жылы қайтыс болған адам 2007 жылы үйді сатуға қалай ғана рұқсат береді. Құжатта өлген адамның қолы тұрғаны масқара емес пе? Ақшасын жинап, үйге жөндеу жұмыстарын жүргіземіз деген Иннаның үй іші барлық қаражатты сотқа жұмсауда. Ал 20 жыл Ресейде тұрып, кейін Қазақстанға келген қарсы тарап Галина шындық менің жағымда дейді. Этот дом принадлежал моему мужу. Мәселе мынада, бұл үй менің бұрынғы күйеуімнің үйі. Менің ұлым бұл үйдің заңды мұрагері. Одан басқа мұрагер жоқ. Ал мен болсам оның мүддесін қорғап жүрмін. Ұзақ уақыт дауға қалған үйдің көршісі бұл үйге Галина Гарашкинаның еш қатысы жоқ дейді. Айтуынша көршілес орналасқан Гагарин көшесіндегі үй солардікі. Ал бұл үйдің егесі басқа адам болған. Тек өмірінің соңғы жылдары бұрынғы күйеуі келісім бойынша осы үйді паналаған. Гарашкина приехала откуда-то из России, не знаю. Ресейден келіп даудамайды бастаған Гарашкинаның бұл үйге қатысы жоқ. Ол бұрынғы күйеуі мен баласының қайда жерленгенін де білмейді. Мұнда Магомедовтер тұрған. Ал олардың әулетінің үйі Гагарин көшесінде. Сол үйдің қазіргі иелерімен соттасын. У меня двое детей, куда я пойду под забор жить, что ли? У меня дети учатся! Бүгін үйлерінен шығарамыз деп келген сот орындаушылары ойлаған ісін орындай алмады. Не учаскелік полиция қызметкері, не өрт сөндіру бригадасы Сабадаш отбасын үйлерінен шығаруға құлықсыз болды. Ал сот орындаушылары соттың үкімін орындауды кейінге 21 мамырға дейін шегерді. Әнуарбек Жәлел, Сергей Шуйский, Қазақ Ньюс, Алматы.